Жастар неге елден кеткісі келеді? Бұл біздің бүгінгі материалымыздың негізгі сұрағы. Статистикаға сүйенсек, жастардың елден кетуіне бір емес бірнеше себептер бар. Ең алдымен сапалы білім алу. Шетелде білім беру жүйесі заманауи, тәжірибеге бағытталған. Студент өз мамандығын терең меңгереді, халықаралық деңгейде мойындалатын диплом алады. Екінші, тіл үйрену. Басқа елде тұру арқылы шет тілін күнделікті өмірде қолданады. Бұл тілдік кедергіні жояды, әрі болашақта үлкен артықшылық береді. Өмірлік тәжірибе жинау. Жастар өз бетімен өмір сүруді, жауапкершілікті сезінуді үйренеді. Әртүрлі мәдениетпен танысып, дүние танымы кеңейеді. Тұлғалық даму. Адам өзіне сенімді бола бастайды. Қиындықтарға төзімділігі артады. Дербес шешім қабылдауға үйренеді. Бәсекеге қабілеттілік. Шетелдік тәжірибесі бар жастар еңбек нарығында әрқашан сұранысқа ие болады. Қазақстан Республикасының ұлттық статистика бюросының ресми деректері бойынша 2024-2025 жылдары көші-қон тенденциясы Қазақстаннан шетелге тұрақты тұру үшін 12.784 адам кеткен. Эмиграцияның ең мобиль тобы 20-35 жас аралығындағы жастар. Олар шетелге жұмыс немесе оқу үшін жиі кетеді. Әлі де елден кеткісі келетіндер көп пе? Осы жайлы жастардан сұрап көрдік. Сіз шетелге кеткіңіз келе ме? Әрине шетелге кеткім келеді. Шетелдегі білім сапасы өте жоғары. Білім алып, өзіңнің білімін күшейтіп, көтеріп келген өте күшті. Шетелге кеткіңіз келе? Кеттім білет шетелге. Не үшін? Тек қыдыру үшін, ал өмірді Қазақстанда сүргім келеді. Қазақстан дамытқым келеді. Ол шетелде өзің кеңістігіңді ашу, жаңа атмосфера, жаңа кеңістік көру, жаңа орта көру, кругозор кеңейту болды. Сіз шетелге кеткіңіз келе ме? Я шетелге кеткім келеді. Әсіресе ол жақта жай ғана қыдырып емес, оқығым келеді. Себебі білім алу арқылы ол жерде серуендеуге де болады. Жаңа елді көріп, сол жердің білім алып, ел арасындағы сондай деңгейде білім алуға болады. Елден кету бұл жаман емес. Бұл мүмкіндіктер іздеу, тұлғалық даму және көкжиегін кеңейте білу.